Қара сейф әңгіме. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында колхоз, совхоз тарап, азын-аулақ кәсіпорындар жабылып, ауыл тұрғындары бала-шағаға жұмыс жоқ болған соң қалаға қарай үдере көшті. Қолдағы бар малын сатса да, қаланың ортасынан үй алуға шама жоқ. Көпшілігі қала сыртынан жер алып, үй салуға көшті. Қалтай ақсақалдың отбасы да көп балалы отбасы еді. Құдай қарасқанда үйдің үлкендері 40-қа таяп, 30-дан асып, оқу бітіріп, үйленіп, қаладан үй алып, әке-шешеге қарасуға жарап қалған кез еді. Қолдағы келіні мен баласын алып, азын-аулақ малын сатып, үлкен ұлы қала сыртынан әперген жер үйге бала-шағаның жанында болайық. Солардың бір жағына шығысып көмектесейік деп бір түнде ауылдан қалаға көшіп келді. Ауылдағы тұрмыстары да жаман емес еді. Бақуатты отбасылардың бірі еді. Алайда немерелерін оқытып, соларға қарайласу үшін көшіп келген еді. Қалаға кіре берісте орналасқан жер үй 9 жолдың торабы десек те болады. Күре жолдың арғы бетінде мал базары бар. Саудаға ең қолайлы жер еді. Қалтай ақсақал оны бірден байқап, балаларына мал терісін қабылдау қоймасын ашып беріп, жем-шөп сатып, бизнесін дөңгелетіп алып кетті. Ауыл қазағы саудаға икемі жоқ деген лақпа сөзді жоққа шығарды. Балаларына шетінен баспана, үй алып бере бастады. Мал базарына ауыл-ауылдан ағылып келіп жатқан малды соятын орын ашты. Сатылмай қалған мал 2-3 күн тұратын қора-қопсы, жем-шөп, барлығын жүйелі бизнеске айналдырып көзін тапты. Қазақ тегіннен тегін 4 түлікте береке бар демеген. Қыз келіндері жұмыссыз отырмады. Шек қарын тазалап, малдың басын ұйтып, жуып тазалап, адал еңбектің нанын жеп, әжептәуір жағдайларын жасап, бір-бір көлік мініп, еңселерін түзеп қалды. Қалтай ақсақал да шаруаға ширақ, есеп-қисапқа жүйрік. Жас кезінде біраз жыл есепші болды. Қойма басшысы да болып жұмыс істегені бар. Бала-шағасына бағыт беріп, ақылын айтып, жөн сілтеп отырды. Сол үйдегі Үміт апамыз да дастарханы кең, қолы ашық, мейірімді. 4 ұл 5 қыз тапқан алтын құрсақ ана еді. Ұлдарын ғана емес, қыздарын да ренжітпей, әке-шешем деп келгесін көмек қолын созып, ата-аналық қамқорлығын көрсетіп, демеп, баспаналы болсын деп жарғақ құлағы жастыққа тимейтін. Қыздардың барлығы тұрмыс құрған. Бала-шағалы болса да ауылда қалып, балаларын оқыта алмай қалмасын, жұмыссыз отырмасын деп, қыздарды да жетелеп, жер алдырып, үй салдырып, бейімдеп, барлығын реттеп отыратын парасатты жан еді. Үміт әже қариясымен ақылдасып, үйдің кенжесі, қолындағы ұлға арнап 2 қабатты коттедж алмақшы болады. Ол кезде қазіргідей емес, коттедж үйлер қала сыртынан сирек салынды. Бірен-саран ғана коттедж үйлер бой көтерген еді. Кенже ұлы да үйленіп, немересі де бар. Сонымен Қалтай қария сол кенже ұлға арнап қарастырып жүріп, көрнекті 2 қабатты коттедж табады. Сауда қызып тұрған кез. Жолдың арғы беті мал базар. Мал еті сатылады. Құрбан айт кезінде де Қалтай атаның қызмет көрсету секторы да қызады. Мал сою, мал терісі, шек қарны басы, 4 түлік, тұнып тұрған береке, қып-қызыл ақша. Жастар кәуаптың етін алады. Сексеуілін де алыстан іздемейді, сол жерден алады. Сонымен кәуап пісіріп, тау бөктерінде табиғат аясында демалуға шығарда керек жарағын да сол жерден табады. Бизнестің түр-түрін жүргізіп, берекеленіп отырған отбасы болды. Ел болғасын әртүрлі әңгімелер айтылды. Алайда бұл отбасының береке бірлігіне ешкім қылаң түсіре алмады. Өйткені отағасы да, отанасы да парасатты жандар еді. Отбасылық әңгімелері базардағы әйелдер арасына тез тарап кететін. Себебі Үміт ападан жұмыс сұрап, 2 қолға 1 күрек сұрап келетін ауылдастар қатары көбейе берді. Көпшілігіне көмектесті. Тұратын жер беріп, жұмыс беріп, қал қадірінше қол ұшын созды. Ауылдағы ағайынды, туысты ренжіткен емес. Алайда сондайлар отбасылық әңгімелерді естіп алып, базарға, ауылға таратып жіберетіні де болды. Осы жолы кенже ұлына коттедж бен оның бағасы базардағылардың жырына айналды. $100,000. Ол кезде бұл ақша орта шаруаның түсіне де кірмейтін.
Қалтай ақсақал Кенжеұлына 100 000 долларға үй алғалы жатыр екен деген әңгіме базарда гуілдеп тұрғанымен қоймай, ауылға да жетті. Не деген көп ақша, ондай ақша шенеуніктерде де жоқ шығар. Алатын болса, ондай ақша атамызда бар болғаны ғой деген болжамды қарапайым сексеуіл сатып отырған саудагерлер де жасай берді. Енді ондай болжам жасауға өте көп ақылдың қажеті де шамалы ғой. Кенже ұлдары үйленген соң Қалтай қария мен Үміт ана үлкен үйдің алдына 2 бөлмелі жастық үй салдырып алып, шал мен кемпір сол үйде ас суын ішіп, бала шаға, немерелерге жұмысшыларға тамақ беріп, сол шағын ғана жазғы үйде отыратын. Қалтай қарияның жұмыс орны да сол шағын үйдің төргі бөлмесінде. Келімді-кетімді саудагерлер де сол бөлменің бұрышында тұрған қара сейфтен ақша алып, есеп-қисап жүргізетін. Бүгін әдеттегідей бала шаға, немерелерді, қыздары барлығы қаужаңдасып, Үміт апаның кешкі кеспесін ішіп, үйлеріне тарасты. Кіші ұлы мен келіні немересі үлкен үйде жататын. Қазақшылық кең арқалыққа салып, біз осы жазғы үйде-ақ жата береміз. Шал мен кемпірді Құдай алмаса кім алады дейсің деп екеуі үлкен үйге жатпайтын. Қонақ келсе үлкен үйге төсек салып беріп, жастар жата берсін, бізге жазғы үйде болады деп қоятын Үміт ана. Сол түні қаперсіз ұйқыда жатқан қос қария қара сейфтің ішіндегі болмайтын ақшаға бола ажал құшатынын білсе ғой. Әттең білмеді. Арқаны кеңге салып, бейқам ұйқыда жатты. Түн ауа жазғы үйге енген 3 қанішер 70-ке жетіп қалса да қарулы, еңгезердей қариямен 2 сағатқа жуық арпалысыпты. Шыны керек, біреуінің шамасы жетпей атаны 2 жақтап қылқындырып, басын таспен ұрып, саусақтарын сындырып, әбден азаптапты. Ал апа ұйқыдан оянып, не болып жатқанын түсінбей, тұра салып есікке ұмтылғанда, есіктің алдында барлап тұрған жігіт кейуананың басынан таспен ұрған. Кейін дәрігерлер ананың қорыққаннан жүрегі жарылып кеткенін айтты. Көршілер естіп қоймасын деген оймен ешқандай қару қолданбай, 2 адамды бірдей 3 сағат арпалысып, о дүниеге аттандырған қанішер ұрылар қара сейфтен 100 000 теңге ғана тауыпты. Азан мен жұмысқа оятатын анасының бүгін келмегеніне алаңдап, кіші ұлы ояна салысымен жазғы үйге асығыс кіріп барды. Шағын үйдің едені қып-қызыл қанға толған. Сыртқы бөлмеде шалқасынан жатқан анасын құшақтап алып, «Скорый, скорый шақыр, милиция, милиция» деп жан ұшыра айғайлай берді. Ішкі бөлмеде қара сейфтің жанында жатқан әкесінің өлі денесіне жақындауға әл дәрмені жетпеді. Қара сейфтің аузы ашық тұрды. Дереу тергеу шаралары жүріп кетті. Қалтай қариямен сауда-саттық жасасқан саудагерлер түгел тексерілді. Қарияның ұялы телефон арқылы бірнеше адам күдікке ілінді. Ішінде шу жақтан алып келіп сексеуіл өткізетін жігіттер назарға түсті. Қылмыскерлер ұсталды, жазаланды да. Бірақ қазақы бейғамдық пен қазақы кеңпейілдіктің үлгісіндей болған қос қария әлі де немерелерінің қызығын көретін еді-ау. Әңгіме авторы Мария Майлықұтова. Әңгіме ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.